Оқиға 1985 жылдың 10 қаңтарында Индиана штатындағы Хокинсте басталады. Сары қорғаныш киім киген бір адам орманның ішінен жүгіріп өтіп, бір түрлі жаратылысты қуып бара жатады. Ақыры әлгі жаратылыс тығырыққа тіреліп, қашар жері қалмаған кезде адам оны отпен жойып жібереді. Күйіп кеткен жаратылыстың күлі ауаға тарап, біраз уақыттан кейін қардың үстіне баяу қонады. Бірақ артынша қардың астынан бір оғаш нәрсе қозғала бастайды. Келесі күні басты кейіпкеріміз Майк мектепке асығыс жиналып жатқанда, Лукас рация арқылы хабарласып, бәрі оны сыртта күтіп тұрғанын айтады. Майк ас үйден түскі асын алып, велосипедіне отырып кетіп қалады. Жолда Лукас пен Макстың қасынан өтіп бара жатып, кешігіп қалмау керек екенін айтып, тездетулерін сұрайды. Лукас болса, бәріне үлгіретіндерін айтып, сендіреді. Ал осы уақытта Дастин дүкенде отырып, бейне ойын ойнап жатады. Сол сәтте оған Майктан тезірек келу керек деген хабарлама түседі. Бірақ Дастин оны елемей, ойынын жалғастыра береді. Ақыры жеңіліп қалады. Жеңілгеннен кейін ашуланып барып, Майкқа жауап жазады. Майк оған Корнуоллиске келуін айтады. Өйткені олар бірден Уилдің үйіне бара жатыр екен. Дастин дүкен иесі Денге ақшасын төлейді. Бірақ Ден $1 жетпей тұрғанын айтады. Дастин болса, келесі жолы беретінін айтып, кетіп қалады. Дәл осы кезде Уил бөлмесінде заттарын сөмкесіне жинап, сыртқа шығады. Есіктің алдында ол ағасы Джонатанға тап болады. Джонатан інісіне музыка жазылған кассета беріп, егер кешігетін болса, міндетті түрде хабарласуын айтады. Қаланың екінші шетінде Эл аяқасты оятқыштың дауысынан шошып оянады. Дыбысты естіген Хоппер бірден бөлермеге жүгіріп кіріп, бәрі дұрыс па деп сұрайды. Эл кешігіп жатқанын айтады. Бірақ Хоппер оның қайда кешігіп жатқанын түсінбей қалады. Өйткені Эл мектепке бармайды ғой. Эл бөлмесінде жиналып жүргенде, Хоппер оған тағы да ережелерді еске салады. Ол ешкімнің назарын аудармауды, лашық туралы ешкімге айтпауды және телекинез қабілеттерін көрсетпеуді тапсырады. Эл болса, бұл ережелердің бәрін жатқа білетінін айтады. Хоппер енді олардың отбасы екенін айтып, бәрі осылай мәңгі қалса екен дейді. Екеуі де сәл толқып тұрған сәтте есік қағылады. Келген Майк болып шығады. Майктың келуі Хоппердің жүйкесіне қатты тиеді. Ол Майкқа Элді қауіпке тіппеуін ескертіп қояды. Сәл қорқып қалған Майк Элге ештеңе болмайтынын айтып, уәде береді. Хопперге өзінің түскі асын ұстатады. Балалардың бәрі велосипедпен кетіп бара жатқанда, Хоппер көлігіне отырып, пончик жеп жолға шығады. Ал Дастин бостарына қарай кетіп бара жатқанда, жолда екі бұзақыға тап болады. Олар оны тоқтатып, рюкзағын тартып алмақ болады. Бірақ Дастин сөмкесін беруден бас тартып, орманға қарай қашып кетеді. Әлгі екеуі оның артынан қуа жөнеледі. Қуып келе жатқан бұзақылардың бірі қарға құлап түскен сәтте, аяқ астынан бір түрлі жаратылыс оның аяғынан ұстап алып, қардың астына сүйреп кетеді. Ал осы уақыт бойы қардың астына тығылып жатқан Дастин ештеңені байқамай қалады. Ол сыртқа шығып, қайта жолға жетеді де, велосипедіне отырып кетіп қалады. Бірақ ормандағы әлгі қорқынышты жаратылыс туралы мүлде білмейді. Сол кезде екінші бұзақы орман ішінде босын іздеп жүреді. Бірақ көп ұзамай оны да әлгі бір түрлі жаратылыс ұстап алып, қардың астына тартып кетеді. Майк, Лукас, Эл, Уил және Макс велосипедпен мектепке қарай кетіп бара жатады. Майк ерекше қуанып, биылғы көктемгі демалыс ең керемет демалыс болатынын айтады. Ол Элге қаланың ең жақсы пиццериясына апаратынын айтып, мақтанып қояды. Майк Элмен мәз болып сөйлесіп келе жатқанда, Лукас оның бұл қылығына аздап ашуланатынын айтады. Бірақ Макс керісінше, мұның бәрі өте сүйкімді көрінетінін айтып, Лукасқа қыздармен сөйлесуді Майктан үйренуге кеңес береді. Осыдан кейін достар демалыс күндері қалада ашылатын Старкорд сауда орталығын қызу талқылай бастайды. Сол сәтте оларға Дастин қосылып, жолда бұзақларға тап болғанын және әрең қашып құтылғанын айтып береді. Бәрі мектепке жеткен соң Майк Элге өзінің велосипедін беріп, өкінішке қарай оның мектепке кіре алмайтынын айтады. Эл үндемей кетіп қалады. Мектеп ішінде Уил байқамай сусынын жоғары сыныптағы бір қыздың үстіне төгіп алады. Ашуланған қыз жігітінен Уилді сабап жіберуін сұрайды. Бірақ дәл сол сәтте ерекше шаш үлгісі бар денелі жаңа оқушы қыз келіп араласып, Уилді құтқарып қалады. Сабақ кезінде мистер Кларк оқушыларға академиялық демалысқа кететінін айтып, осы семестрде оның орнына миссис Бакстер сабақ беретінін хабарлайды. Содан кейін ол сыныптан шығып кетеді. Миссис Бакстер сабақ барысында эволюция жайлы түсіндіре бастайды. Сабақтан кейін Майк достарына келесі аптада қатты қарлы боран болатын. Сол себепті қала 2 күнге түгел жабылатынын айтады.
Сондықтан ол бәріне өз үйінде зындан мен айдаһарлар ойынын ойнауды ұсынады. Сонымен қатар бұл жолы Эл мен Макс та бірге ойнайтын болғандықтан жаңа карталар мен кубиттер сатып алу үшін қосымша ақша керек екенін айтады. Барлығы үстелге ақшаларын қойған кезде кубиттер мен карталарға жетпейтінін түсінеді. Не істеуге болатынын ойлап тұрған сәтте Лукас жол тазалап жүрген жүк көлігін байқап қалып, бір жоспары бар екенін айтады. Бірақ ол жоспарды іске асыру үшін оларға Элдің көмегі қажет екен. Сабақтан кейін Лукас пен қалғандары қар басқан бай ауданға келеді. Дастин бір үйдің есігін қағады. Есікті әйел ашқан кезде ол аула мен кіреберісті бар болғаны $5 тазалап беретінін айтады. Әйел келісіп, қайта үйіне кіріп кетеді. Осы сәтте Эл қарды телекинез қабілеттерімен тазартуға дайындала бастайды. Бірақ Майк Хоппердің ескертуін есіне түсіріп, бұл өте жаман идея екенін айтады. Егер Элге бірдеңе болса, Хоппер өзіне қатты ашуланатынын айтып, достарын тоқтатуға тырысады. Майк Элмен сөйлесіп тұрған кезде Дастин оған қар лақтырып жібереді. Сөйтіп бәрі қар атысып ойнай бастайды. Біраздан кейін қар тазалайтын жүк көлігі келіп үйдің алдына тоқтайды. Көліктегі ер адам балаларға ашуланып, бұл жерден кетулерін талап етеді. Майк олардың бірінші келгенін айтып, мұнда тұруға құқылары бар екенін айтады. Бірақ әлгі адам одан сайын ашуланып, олардың ешқандай құқығы жоқ екенін айтып айқайлайды. Дәл сол сәтте аяқ астынан әлгі бір түрлі жаратылыс пайда болып, ер адамға шабуыл жасайды да, оны орман жаққа сүйреп алып кетеді. Эл бірден көмекке ұмтылып, телекинез күшімен жаратылысты бірнеше секундқа тоқтатып қояды. Бірақ жаратылыс ашуланып, Майк пен қалғандарына қарай тап береді. Балалардың бәрі қашып, көліктердің үстіне шығып кетеді. Сол кезде жаратылыс қар тазалайтын жүк көлігіне шабуыл жасап, көлік өздігінен жүріп кетеді. Лукас тайып құлап қалады. Ал жүк көлігі ағашқа қарай бет алады. Макс қол тежегішті тартуға тырысады, бірақ қолынан келмейді. Көлік ағашқа соғылар сәтте Эл өз қабілетімен жүк көлігін көтеріп, қайта жолға қояды. Осыдан кейін Макс ақыры қол тежегішті тартып үлгереді. Бірақ дәл осы кезде жаратылыс қайтадан пайда болып, Дастинді қардың үстімен орманға қарай сүйрей жөнеледі. Эл жаратылыстың жолына ағаш құлатып, оны тоқтатып қалады да, Дастинді құтқарып үлгереді. Барлығы Дастиннің аман екеніне көз жеткізгеннен кейін болған жағдайды талқылай бастайды. Макс бұл жаратылыс 100% көлеңкелер әлемнен келгенін айтады. Бірақ Майк бұның мүмкін емес екенін айтып, Элдің көлеңкелер әлеміне апаратын порталдың көзін баяғыда жапқанын еске салады. Дастин бәрін Хопперге айту керек дейді. Бірақ Майк олардың уақыттары жоқ екенін айтып, жаратылыс тағы біреуге шабуыл жасамай тұрып, оны өздері ұстап алу керек деп шешеді. Лукас бұл оймен келіседі. Эл де ешкімнің көмегінсіз жаратылысты өздері ұстайтындарын айтады. Майк пен Эл Палас ойын залының шатырына шығып алады. Ал қалғандарды өз орындарына жайғасады. Дастин жем ретінде тұрып, қолына және қалталарына толтырып түрлі тәтті тіске басарларды салып алған болады. Дастин өзіне қарап, ақымақ сияқты көрініп тұрғанын айтады. Бірақ Майк дәл осы тағамдар жаратылысты тартады деп сендіреді. Майк дүрбімен айналаны бақылап тұрған кезде мектептегі жаңа оқушы қызды байқап қалады. Ол дүкеннен қолына пицца ұстап, құлаққап тағып шығып келе жатады. Қыз қардың үстімен жүре бастағанда, Майк жаратылыстың оған қарай жылжып келе жатқанын көреді. Ол бірден достарына жаратылыстың Дастинге назар аудармай жаңа оқушыға қарай бара жатқанын айтады. Барлығы қызға қарай жүгіріп, қардың үстінен кетуін айқайлап ескерте бастайды. Қыз өзіне қарай қозғалып келе жатқан бір түрлі жаратылысты байқап, қорқып қашып кетеді. Соңғы сәтте ол секіріп үлгеріп, қардың астына кетуден аман қалады. Бірақ дәл сол мезетте жаратылыс қардың астынан атып шығып, оған шабуыл жасауға дайындалады. Осы кезде Майк пен қалғандары жетіп келіп, жаратылысқа хоккей таяқтарымен және тормен шабуыл жасайды. Жаратылыс торды жыртып жүрген кезде Эл телекинез қабілетін қолдануға дайындалады. Бірақ Майк оны тоқтатып, жаңа оқушыны көрсетеді. Ол достарына қашуды бұйырып, өзі бейсбол битасымен жаратылысты ұрып қалады да, оны өз артынан ертіп әкетеді. Майк тар көшеге қарай жүгіріп береді. Жаратылыс оның артынан қуады. Ал қалғандары да соңынан жетуге тырысады. Тар көшеде жаратылыс Майкқа шабуыл жасамақ болған сәтте, Эл оны телекинезбен тоқтатып қалады. Содан кейін жаратылысты бірнеше рет қабырғаға соғады. Эл жаратылысты жоймақ болған кезде, бәрі оның ішінде біреудің бар екенін байқайды. Сол кезде Эл жаратылысты жарып жібереді де, қалғандары ішінен бұрын Дастинге тиіскен бұзақыны шығарып алады. Оның аты Чарли болып шығады. Кенеттен Чарлидің көзі қарайып кетіп, ол есін жиғандай болады да, аяқ астынан бір жаққа қашып кетеді. Лукас достарына Чарли көлеңкелер әлемінің
ғылым жаратылысына айналып кеткенін айтады. Ал жаңа оқушы қыз не болып жатқанын мүлде түсінбей, елдің телекинез қабілеттері қайдан пайда болғанын сұрай бастайды. Бірақ Майк олар бұл қызды дұрыс танымайтындарын айтып, оған сенуге болмайтынын жеткізеді. Сонда жаңа оқушы өзін Никки деп таныстырып, егер олар шындықтың бәрін айтып берсе, құпияны сақтай алатынын айтады. Майк бәрін ертең айтып беретіндерін жеткізеді. Өйткені коменданттық сағат таяп қалғанын және сол уақытқа дейін болған жағдай туралы ешкімге тіс жармау керегін ескертеді. Никки келісіп, ертең таңертең Элм көшесі 207 мекенжайындағы үйіне келулерін сұрайды. Никки кетіп қалғаннан кейін Дастин достарынан олар қызға нақты не айтпақ екен сұрайды. Өйткені өздері де бұл жаратылыстың не екенін толық түсінбей жүрген еді. Ал осы уақытта жаратылыстың шаңы қайтадан орманға қарай ұшып кетіп, әлгі мақұлық тағы да тіріле бастайды. Түнде балалардың бәрі Хокинстегі қараусыз қалған ұлттық зертханаға келеді. Олар ғимараттың ішін шамдармен аралап тексере бастайды. Эл қабырғадағы ізге қолын тигізіп, басқа өлшемге апаратын порталдың әлі де жабық тұрғанын айтады. Мұны естіген бәрі аң-таң болып қалады. Өйткені егер портал жабық болса, онда бұл жаратылыс көлеңкелер әлемінен шықпағаны ма деген сұрақ туындайды. Келесі күні Дастин өзі салып жасаған парақшаларды бәріне таратып береді де, оларда қала бойынша іліп шығу керек екенін айтады. Ол егер бір түрлі жағдайлар болса, адамдар өзі жасаған анонимді жәшікке хабарлама тастай алатынын түсіндіреді. Қалғандары бұл идеяны ақымақтық деп санап дауласа бастайды. Бірақ Эл Дастиннің жоспарын қолдап, не болып жатқанын анықтау керек екенін айтады. Кейін балалар Никкидің үйіне келеді. Есікті миссис Бакстер ашады. Сонда бәрі оның Никкидің анасы екенін біліп, қатты таңғалады. Никки қатты толқып тұрғанын айтып, түні бойы ұйықтай алмаған жеткізеді де, олардан білетіндерінің бәрін айтып беруді сұрайды. Майк оның шамадан тысынтасына аздап ашуланып, кейбір нәрселерді айтатындарын, бірақ бәрібір оны команда мүшесі қыла алмайтындарын айтады. Бірақ Никки өзінің пайдасы тие алатынын айтып, түрлі заттарды құрастыра білетінін жеткізеді. Оның үстіне балалар өз өмірін құтқарғандықтан оларға қарыздар екенін айтады. Дастин бәрін құпия сақтауды сұрайды. Содан кейін бәрі қолдарына түкіріп, қол алысу арқылы келісімдерін бекітеді. Осыдан кейін балалар Никкиге демогоргондар, ой-сананы жегіш, ел және көлеңкелер әлемі туралы барлық оқиғаны айтып береді. Сонымен қатар олар қала бойынша Дастиннің парақшаларын іліп шығады. Дәл сол кезде Дастиннің қас жауы саналатын Росарио деген қыз плакаттардың бірін жұлып алып, оны мазақтай бастайды. Ол Дастинді алдағы қысқы бәліс-жеу жақсында тағы да жеңетін айтып кекетеді. Ал басқа жақта фермада бір ата немерелеріне ертең таңертең келетінін айтып, шаруашылыққа қарат тұрларын сұрайды. Біраз уақыттан кейін әлгі жаратылыс пайда болып, Дени есімді баланы үйінен сүйреп әкетуге тырысады. Бірақ оның әпкесі Элла күрекпен жаратылысқа шабуыл жасап, оны қуып жіберіп, інісін құтқарып қалады. Осы уақытта Дастин мен қалғандары анонимді жәшіктердегі барлық хаттарды жинап алып, пайдалы ақпарат іздей бастайды. Бірақ ішінен шыққандардың көбі қоқыс болып шығады. Біреу жалқау адам туралы жазса, енді біреулер сиқырланған Асқабақ фермасы жайлы айтып кеткен болады. Пайдалы ештеңе таппаған соң, елдің көңілі түсіп кетеді. Мұны байқаған Макс Майкты оңаша шақырып алып, елді қысқы фестивальге апаруын сұрайды. Өйткені бұл оның көңілін көтеруі мүмкін екенін айтады. Сонымен қатар Макстан Никки мен Уиллге қарауды сұрайды. Ал өзі Дастин және Лукаспен бірге анонимді жәшіктегі хабарламаларда қарайтын болады. Бөлініп кетер алдында Майк, егер біреу жаратылысқа тап болса, бірден рация арқылы белгі беру керек екенін ескертеді. Орманда Дастин жалқау адамды іздеп жүріп, оны шақырғандай айқайлай бастайды. Кенеттен бір дыбыс естиді. Бірақ бұл әлгі жұмбақ жаратылыс емес, Чарли болып шығады. Чарли дәл өзі хабарлама жібергенін айтып, ешқандай жалқау адам жоқ екенін түсіндіреді. Содан кейін Дастиннен өзі мен достары оған не істегенін және Джефтің қайда екенін сұрайды. Дастин ант етіп, ештеңе істемегендерін, әрі Джефтің қайда екенін білмейтіндерін айтады. Ол Чарлиден есінде қалғанның бәрін айтып беруін сұрайды. Чарли орманда жүгіріп жүрген кезде аяғы шырмауыққа ілініп қалғанын, содан кейін өзіне әлдебір жаратылыс шабуыл жасағанын айтады. Бірақ содан кейінгі оқиғалардың еш қайсысын есіне түсіре алмайтынын жеткізеді. Ол тіпті ақылынан адасып бара жатқандай сезінетінін айтып, полицияға бармақ болады. Сонда Дастин өтірік айтып, жақында орманда химиялық заттардың таралуы болған жеткізеді. Оның сөзінше, сол заттардың әсерінен адамдарда елестер көрінуі мүмкін екен. Ол сонымен қатар Джефті үкімет ұстап әкетіп, психиатриялық ауруханаға орналастырған болуы мүмкін екенін айтады. Ал егер Чарли полицияға барса, оны да сол жаққа жіберуі мүмкін деп қорқытады. Ал фестивальде Майк Элге
ойыншық ұтып алуға тырысып жатады. Осы кезде Эл жасырын түрде қабілеттерін қолданып, Майктың оған жұмсақ аю ұтып алуына көмектеседі. Басқа жақта Ники мен Уилл оңаша сөйлесіп отырады. Бірнеше жігіт Уиллді зомби бала деп мазақтай бастайды. Бірақ Ники олардың Уиллден тек өзгеше болғаны үшін қорқатынын айтып, оның әлде қайда керемет адам екенін жеткізеді. Осы уақытта Лукас пен Макс асқабақ фермасына келеді. Макс бұл бұрын Хокинс зертханасына апаратын түнелдер болған ферма екенін байқап қалады. Олар есікті қаққанда, есікті Денни мен Элла ашады. Екеуі де қатты қорқып тұрғандай көрінеді. Сол кезде Денни бұл жерде бір құбыжық жүргенін айтып береді. Фермада Лукас айналаны қарап жүрген кезде Макс оны асқабақпен қорқытып жібереді. Бірақ келесі сәтте өзі шошып кетіп, айқайлап асқабақты лақтырып жібереді. Кенеттен фермадағы барлық асқабақтар тіріліп, бір түрлі жаратылыстарға айнала бастайды. Содан кейін олар Макс пен Лукасты қуа жөнеледі. Екеуі әрең дегенде қораға жетіп, есікті ішінен жауып үлгереді. Біраз уақыттан кейін олар алып комбайнмен қорадан шығып, бүкіл ферма арқылы өтіп, жолындағы барлық асқабақты жаншып бастайды. Осыдан кейін сүті бастары жасыл былжырмен былғанған күйде Элланың жанына келеді. Элла бәрі жақсы екенін айтады. Өйткені аталары асқабақтардың көп бөлігін бәліш шеу жарысына арнап фестивальге алып кеткен екен. Дәл осы сәтте Бастин рация арқылы Чарлиден естіген ақпаратын айтып береді. Лукас ферма туралы хабар рас болып шыққан және әлде бір нәрсе бүкіл өнімді шырмауыққа ұқсас жаратылыстарға айналдырғанын айтады. Осыдан кейін бәрі адамдардың ол бәліштерді жеп қоймауы үшін фестивальде кездесуге келіседі. Уилл де рация арқылы Дастиннен тіріліп кеткен асқабақтар туралы естіп, бәліш шеу жарысын тоқтату керек екенін айтады. Фестивальде жарыс басталып кетеді. Майк пен Эл де қатысып отырған болады. Кенеттен Дастин жүгіріп келіп, үстелдегі барлық бәлішті шашып бастайды. Соңғы бәлішті алмақ болған кезде Росарио оны бергісі келмейді. Бірақ дәл сол сәтте бәліштің ішінен шырмауықтар шыға бастайды. Қорқып кеткен Дастин бәлішті қолынан шығарып алады да, ол Росарионың бетіне тиеді. Бұған ашуланған Росарио Дастиннің артынан орманға қарай қуа жөнеледі. Қуу кезінде Росарио кенеттен жөтеле бастайды. Содан кейін тоқтап, жерге құлап түседі. Біраздан кейін Майк пен қалғандары Дастинге жетіп келіп, Росарионың қайда екенін сұрайды. Кенеттен бәрі бір дыбыс естіп жоғары қарайды. Сол жерде көздері қарайып кеткен Росарионың жоғарда ілініп тұрғанын көреді. Ал оны алып бір жаратылыс ұстап тұрған болады. Әлгі құбыжық оларға шабуыл жасауға дайындалады. Эл телекинез арқылы қарсы тұруға тырысады, бірақ жаратылыс оны ұстап алады. Артынша Майк, Ники, Макс және Лукасты да ұстап қояды. Дәл сол сәтте Уилл жүгіріп келіп жаратылысты балғамен ұрып жібереді. Соның арқасында бәрі босап шығады. Жаратылыс оларды жібергенімен енді Уиллге шабуыл жасауға дайындала бастайды. Сонда Эл бар күшін жинап құбыжықты жойып жібереді. Осылайша жаратылыс жұтып қойған Росарио да босап шығады. Росарио есін жинайды. Балалардың бәрі оны үйіне дейін шығарып салып, жай ғана бұзылған асқабақтан уланып қалғанына сендіруге тырысады. Осыдан кейін Росарио үйіне кіріп кетеді. Майк достарына Элді үйіне апарып тастайтынын айтады. Өйткені коменданттық сағат жақындап қалған еді. Келесі күні Эл өмірінде алғаш рет Палас ойын залында ірімшік қосылған картоп фри жеп көреді. Сол кезде Дастин қолына кітап ұстап келіп, бұл жаратылыс зындан мен айдаһарлар ойындағы абалетке ұқсайтынын айтады. Оның ойынша балалар көлеңкелер әлеміне апаратын портал жабылған кезде бұл мақұлық жасырынып қалып, жерде қалып қойған болуы мүмкін. Барлығы әлгі жаратылысты талқылай бастайды да, оның адамдарды тасымалдаушы ретінде пайдаланып, солармен қоректенетінін түсінеді. Дастин осындай сәтте мистер Кларк жетіспей тұрғанын айтады. Бірақ Ники оларға көмектесе алатын адамды білетінін айтып, бәрін үйіне алып келеді. Никкидің үйінде миссис Бакстер балаларды печеньемен қарсы алып, мистер Кларк өз оқушыларының өте әуесқой әрі қызығушылығы жоғары екенін жиі айтатын жеткізеді. Содан кейін ол Элден қай сыныпта оқитынын сұрайды. Эл үйден оқитынын айтып жауап береді. Дәл сол кезде ас үйге Дэн кіріп келеді. Бұл Дастин әлі күнге дейін $1 қарыз болып жүрген дүкен сатушысы еді. Сөйтсе ол миссис Бакстердің күйеуі екен. Дэн әйелмен қоштасып жұмысқа кетеді. Балалар миссис Бакстерден жаратылыстың эволюцияға ұшырауы мүмкін бе деп сұрайды. Ол мұндай нәрсе әбден мүмкін екенін айтып, эволюция процесін егжей-тегжейлі түсіндіре бастайды. Балалар жауабына қанағаттанып кеткелі жатқан кезде миссис Бакстер тағы бір маңызды нәрсені қосады. Оның айтуынша, жойылып кету қаупі эволюцияның басты қозғаушы күші.
Кейбір ағзалар жойылып кетудің алдында тірі қалу үшін споралар бөліп шығарады екен. Осыдан кейін бәрі велосипедтеріне отырып бір жаққа қарай кетеді. Жолда Майк портал жабылғаннан кейін бұл жаратылыс тірі қалу үшін споралар арқылы эволюциялана бастаған болуы мүмкін екенін айтады. Сондықтан олардың бәрі әртүрлі болып көрінеді деген қорытындыға келеді. Содан кейін балалар споралардың таралуын тоқтату үшін әрі фестивальге, әрі фермаға баруға шешім қабылдайды. Ал Макс пен Лукас фермаға келеді. Лукас Макстан, егер эл сияқты қабілеттері болса, не істер еді деп сұрайды. Макс әзілдеп, өгей ағасы Билиді мазақтай беретін етін дейді. Екеуі сөйлесіп келе жатқанда, кенеттен құрап қалған шырмауыққа тап болады. Осы уақытта қалғандарда алып бұрап қалған шырмауықты тауып алады. Дастин суретке түсіріп жүріп, орман ішінде бауыстық жазбалар жазуды бастайды. Көп ұзамай Эл тағы бір шырмауықты байқайды. Ал Дастин оны да суретке түсіреді. Жолдарын жалғастырып келе жатқанда Никки аздап қорқып кетіп, күртесінің ішінен өз қолымен жасаған қорғаныс құралын шығарады. Дастин тағы бір шырмауықты тауып алады. Бірақ суретке түсірмек болған сәтте әлгі шырмауық кенеттен тіріліп, оған шабуыл жасайды. Сол кезде Никки қаруымен оны түйреп қалады да, жаратылыс бірден күлге айналып кетеді. Дәл осы уақытта Лукас рацияға шырап, құрап қалған шырмауықтарды тапқандарын айтады. Оның үсті түгел күлмен жабылған екен. Лукас бұл күлдің өзі спора болуы мүмкін деп болжайды. Майк олардың да дәл сондай нәрсе тапқанын растайды. Содан кейін бәрі ескі ағаш кесетін зауытта кездесуге келіседі. Балалар зауытқа келген кезде ағаш түсіріп жүрген екі жұмысшы олардан кетуді сұрайды. Уилл олардан бір түрлі нәрсе байқамағандарын сұрайды. Бірақ жұмысшылар ештеңе көрмегендерін айтады. Балалар бұрылып кетіп бара жатқанда, бөренелердің арасынан кенеттен шырмауық шығып, жұмысшыларға шабуыл жасайды. Сол сәтте енді бұрынғыдан да алып болып кеткен жаратылыс пайда болып, Майк пен оның достарына қарай ұмтылады. Эл оны тоқтатып, жыртып тастауға тырысады. Бірақ бұл жолы оның қолынан келмейді. Дастин тез арада жаратылыстың суретін түсіріп алады. Эл бар күшін қайта жинап, жаратылыстың ішінен жұмысшылардың бірін суырып шығарады. Бірақ бірнеше секундтан кейін мақұлық қайта тіріліп кетеді. Бұл бәрін қатты таңғалдырады. Кенеттен тағы бір дәл сондай жаратылыс пайда болады да, бәрі қаша жөнеледі. Қашып бара жатқанда Никки жаратылыстың адам тасымалдаушысыз қалай тірі жүре алатынын сұрайды. Осы кезде Эл екінші жаратылыспен айқасқа түсіп, оның ішінен екінші жұмысшыны да шығарып алады. Содан кейін ол бір көлікті көтеріп алып, жаратылысқа қарай лақтырады. Бірақ кенеттен екінші мақұлық Элге шабуыл жасап, оны бөренелердің үстіне қарай лақтырып жібереді. Осыдан кейін екі жаратылыста қашып кетеді. Майк бірден Элдің жанына жүгіріп барып, жағдайын сұрайды. Ал қаланың басқа бөлігінде Стив кездесуден кейін бір қызды үйіне дейін шығарып салып келеді. Бірақ байқамай оны Нэнси деп атап қояды. Бұған ашуланған қыз үйіне кіріп кетеді. Көңілі түскен Стив көлігіне отырып фарасын жаққан сәтте көлеңкелер әлемнің жаратылысын көреді. Келесі сәтте әлгі мақұлық Стивке шабуыл жасайды. Осы уақытта ағаш кесетін зауытта Эл есін жинайды. Дастин жаратылыстардың артынан бару керек екенін айтқанда, Майк ашуланып ешқайда бармайтындарын жеткізеді. Оның айтуынша Эл жарақат алған. Ал өзі болған жағдайдың бәрін Хопперге айтпақ. Эл мен Макс қарсы болуға тырысқанымен, Майк өз дегенінен қайтпайды. Осыдан кейін Майк Элді ертіп кетіп қалады. Ал Дастин жаратылыстарды өзі тауып алатынын айтады. Макс үйіне кетеді, ал Лукас оның артынан ереді. Сол кезде Никки Уиллге бір керемет нәрсе көрсеткісі келетінін айтып, оны өзімен бірге алып кетеді. Дастин велосипедпен кетіп бара жатып, жалғыз өзі жаратылыстарды іздеуден қорқып келе жатқанда, кенеттен жүгіріп келе жатқан Стивті көреді. Стив айқайлап бара жатқан еді. Дастин бірден оған қарай жетіп келеді. Стив көлеңкелер әлемімен байланысты оқиғалар әлде қашан аяқталған деп ойлағанын айтады. Бірақ Дастин енді жаратылыстардың жаңа түрі пайда болғанын түсіндіреді. Содан кейін ол қуана сөйлеп, Стив енді оның серіктесі болатынын және бұл істі бірге зерттейтіндерін айтады. Стив амалсыздан Дастиннің велосипедіне отырып, екеуі бірге кетіп қалады. Ал Хоппердің лашығында Майк қатты уайымдап отырады. Ол Хопперге болған жағдайдың бәрін айтқанда не болатынын ойлап мазасызданады. Кенеттен телефон шырылдайды. Хоппер Элге 2 сағаттан кейін үйге келетінін және бірге көру үшін фильмдер алып келетінін айтады. Қоңыраудан кейін Майк Элмен сөйлесуге тырысады. Бірақ Эл оған ашулы еді. Себебі Майк оны жаратылыстармен соғысуға жібермеген болатын. Содан кейін Эл бөлмесінің есігін қатты жауып, Майктың өзі үшін шешім қабылдай алмайтынын айтып кетеді. Осы уақытта Никки Уиллді гаражына алып келеді. Уилл оның жасаған ерекше әрі әсерлі құрылғыларына таңғалып қарайды. Тіпті Никкиді өз командаларына қосылып, зындан мен айдаһарлар ойнауға шақырады.
Бірақ Никки бас тартады. Ол анасы жақында тағы көшіп кетуі мүмкін екенін және сондықтан Хокинстен кететіндерін айтады. Содан кейін Никки Уиллге тағы да түрлі қызық дүниелерін көрсете бастайды. Ал Дастин Стивті оның көлігінің жанына алып келеді. Стив көлігінің жағдайын көріп, көңілі түсіп кетеді. Дастин қаладағы адамдар жаратылыстар туралы біліп қоймай тұрып, оларды тоқтату керек екенін айтады. Бірақ Стив мұндай мақұлықтарды ұстауды әскерлерге қалдырған дұрыс деп жауап береді. Сонда Дастин үкімет жаратылыс туралы біліп қойса, елді іздей бастайтынын еске салады. Осыдан кейін Стив келісіп, көлігінің жүк салғышын ашады. Ол оны өткен жолғы оқиғадан бері жинамағанын айтады. Содан кейін екеуі де шегелер қағылған биталарды алып шығады. Палас ойын залында Макс пен Лукас ойын автоматында ойнап отырады. Макс әлі де Лукасқа ренжіледі. Себебі ол Майкты қолдап, елді алып кетуіне жол берген болатын. Бірақ Лукас мұны елді қорғау үшін істегенін айтады. Ал Макс елдің әлсіз емес екенін және өзін-өзі қорғай алатынын айтып жауап береді. Олар кетпек болған кезде Лукас байқамай елдің қолы көрініп тұрған құбыжықтың суретін түсіріп алады. Сол сәтте Кит суретті көтеріп алады. Ал осы уақытта Стив пен Дастин дүкеннен көп мөлшерде тіске басар сатып алып жатады. Олар оны жаратылыстарға жем ретінде қолданбақ болады. Дүкеннен шыққан кезде екеуі дүкен жанында тұрған ет тиелген жүк көлігіне кіріп бара жатқан жаратылысты байқап қалады. Дастин мен Стив бірден жүк көлігінің есігін жауып, иесі арттарынан айқайлап жатқанда көлікті айдап кетеді. Жүк көлігінің ішінде Дастин қатты қуанып, жаратылысты ұстап алғандарын айтады. Бірақ кенеттен мақұлық жүк көлігінің қабырғасын бұза бастайды. Стив Дастиннен қайда бара жатқандарын сұрайды. Дастин олар қоқыс алаңына кетіп бара жатқанын айтады. Келесі сәтте жаратылыс жүк көлігін тесіп шығып, Дастинге шабуыл жасап, оның битасын тартып алады. Стив битаны қайтарып алуға тырысып жатып, рөлді Дастинге береді. Дастин көлікті әрем басқарып келе жатқанда, орманнан екінші жаратылыс шығып, оларға қарай жүгіре бастайды. Сонда Дастин газды барынша басып, қатты жылдамдықпен айдап кетеді. Ал бұл уақытта Майк Элмен сөйлесуге тырысады. Бірақ Эл оған әлі де ашулы еді. Өйткені Майк та Хоппер сияқты өзі үшін шешім қабылдай береді деп ойлайды. Содан кейін Эл сыртқа шығып, баспалдақтың жанына барып отырады. Майк оның артынан еріп шығып кешірім сұрайды. Ол тек Элді қорғағысы келгенін түсіндіреді. Осы уақытта Стив пен Дастин қоқыс алаңына жетеді. Дастин қақпаға соғылып қалады. Ал тежегішті басқан кезде жүк көлігі аударылып кетеді. Көп ұзамай екінші жаратылыс та келіп, бірінші мақұлықты босату үшін жүк көлігін жыртып ашады. Стив пешті қосу үшін ішке қарай жүгіріп кетеді. Ал Дастин жаратылыстарды өзіне ертіп, оларды ғимараттың ішіне қарай алып кіреді. Қашып бара жатқанда Дастин қоқыс шұңқырына құлап кетеді. Стив бірден оған көмектесіп тартып шығарады. Екеуі де есіктер жабылып үлгергенше сыртқа қашып шығады. Көп ұзамай ғимараттың ішінде өрт басталады. Дастин қуанып, енді Майктың Хопперге ештеңе айтпауы да мүмкін екенін айтып, оны тоқтату үшін жүгіріп кетеді. Ал Палас ойын залында Макс пен Лукас Киттен суретті қайтаруды талап етеді. Бірақ Кит оны тек $10 берсе ғана қайтаратынын айтады. Лукас ақшасының жоқ екенін айтқанда, Кит екеуін ойын залынан қуып шығады. Сол сәтте Дастин рация арқылы достарына Майкты Хопперге жаратылыстар туралы айтып қоймай тұрып тоқтату керек екенін хабарлайды. Барлығы велосипедпен Хоппердің үйіне қарай асыға жөнеледі. Хоппер лашығына кіріп келіп, үй толы адамды көріп таңғалады да, неге бәрі Элмен болатын кино кешіне жиналып алғанын сұрайды. Макс ақырын ғана Уиллден не болып жатқанын сұрағанда, ол Хоппер Никкидің мұнда жүргенін білмеуі керек екенін айтады. Барлығы Хоппердің назарын басқа жаққа бұруға тырысып жатқанда, Никки білдіртпей шығып кетуге әрекеттенеді. Бірақ ол кездейсоқ дыбыс шығарып қояды. Сол сәтте Эл өз күшін пайдаланып, Никкиді жоғары көтеріп, сыртқа қашып кетуіне көмектеседі. Никки сыртта тығылып тұрғанда, Майк болса Никкиді лашыққа мүлде әкелмеу керек еді дейді. Себебі Хоппер оны байқап қалуы мүмкін болған. Мұны естіген Никки ренжіп кетіп қалады. Стив балаларға абай болуды айтып, өзі де үйіне қайтады. Осыдан кейін Лукас пен Макс барлығына жоғалып кеткен фотосурет туралы айтып береді. Ал дәл сол уақытта Кит әлгі суретті ақшаға айырбастап бір ер адамға беріп жатады. Келесі күні балалар Палас ойын залына жиналады. Макс Никкиде мектептен көрмегенін айтады. Эл оны табу керек дейді. Бірақ Дастин алдымен Киттен суретті қайтарып алу қажет екенін айтады. Кит Палас ойын залынан шыға бергенде, бәрі оның артынан қуа жөнеледі. Эл өз күшін пайдаланып, Киттің велосипеді тоқтап қалуына себеп болады. Бірақ дәл сол сәтте Дастин мен Лукас ұрсып кетіп, Элге кедергі жасап қояды да, соның кесірінен бәрі велосипедтен құлап түседі. Балалар Киттен фотосуретті талап етеді.
Алайда ол суретті әлде қашан апталық бақылаушы газетінен кірген журналистке сатып жібергенін айтады. Балалар, апталық бақылаушы газетінің ғимаратына келеді. Майк бұл Хокинстегі ең басты газет екенін және оны қаладағы барлық тұрғын оқитын айтады. Сондықтан олар фотосуретті міндетті түрде қайтарып алуы керек дейді. Ол бәріне ақпарат жинап болған соң өз үйінде кездесуді ұсынады. Үйде Дастин күзетшінің камераларды үнемі бақылап отыратынын айтады. Макс ғимаратта 3 кіреберіс бар екен байқайды. Ал Уилл ең жақсы бақылау нүктесі жарнама тақтасы екенін қосады. Себебі ол жерден әлгі ер адамның фотосуретті қарап шығып, кейін папканы жәшікке салып қойғанын көрген. Көп ұзамай Лукас қоқыс пакетін алып келеді де, ішіндегілерді үстелге төгіп тастайды. Ол ішінен жарайтын өткізу картасын тапқанын айтады. Бірақ Дастин картаның сынғанын және жұмыс істемейтінін айтып жауап береді. Сол сәтте олардың әңгімесін тыңдап тұрған Нэнси пайда болып ашуланады. Эл Нэнсиден көмек сұрайды. Ал ол келіседі. Нэнси жоспар қандай екенін сұрағанда, Дастин оған өміріндегі ең үлкен рөлді ойнауға тура келетінін айтады. Келесі сәтте Нэнси ғимаратқа жүгіріп кіріп, күзетшіге өзінің жігіті бөтен ғаламшарлық екенін айтып, бас редакторды шұғыл көруі керек екенін жеткізеді. Нэнси күзетшінің назарын басқа жаққа аударттырған кезде, жарнама тақтасында отырған Уилл мен Эл қалғандарына ішке кіруге белгі береді. Балалар ғимаратқа кіріп, Лукас тапқан сынған картаны пайдаланып, лифтті ашады. Олар кеңсеге кіре салысымен бірден жасырынып қалады. Дастин бейнебақылау камераларының бетін жауып тастайды. Ал Нэнси күзетшімен қойған сәтті драмалық көрінісінен кейін кетіп қалады. Майк Уилл мен Элге жоспардың келесі бөлігін бастауын және редакторды кабинетінен шығарып жіберуін айтады. Кабинет ішінде редактор журналистен мақаланы дайындауды сұрайды. Себебі оның қолында өте маңызды нәрсе бар екен. Сол кезде Эл өз күшін пайдаланып, кабинеттегі бір затты қозғалтады. Редактор соның артынан лифтке қарай кетеді. Ал Майк желдеткіштің ішімен еңбектеп бара жатқан Дастинге ғимараттағы жарықты өшіруді бұйырады. Дастин болса әлі де басты кабельді іздеп жүргенін айтады. Кеңседе Лукас пен Макс редактордың кабинетіне кіріп кетеді, бірақ жәшіктің ішінен фотосуретті таппайды. Нэнси оларға макет жасайтын бөлімді немесе беттеу бөлімін тексеруді айтады. Біраздан кейін Лукас пен Макс беттеу бөлімнен папканы тауып алады. Ал Дастин ақыры басты кабельді табады. Дәл сол сәтте редактормен сөйлесіп тұрған күзетші бейнебақылау камерасынан Лукасты байқап қалады. Ғимараттағы жарық өшкен кезде Макс пен Майк кіреберіс есік арқылы қашуға дайындалады. Бірақ Лукас шығып үлгермей жатып, есік жабық қалады. Редактор мен күзетші қажетті қабатқа жеткенде, қолында папкасы бар Лукасты көреді. Олар фотосуретті беруді талап етіп, әйтпесе полиция шақырамыз деп қорқытады. Сол сәтте Эл тағы да телекинетикалық күшін пайдаланып, ғимараттағы барлық терезені сындырады. Соның әсерінен кеңседегі бүкіл зат ауаға көтеріліп кетеді. Қорқып кеткен қызметкерлер қатты дауыл басталды деп ойлап жасырынып қалады. Бәрі тынышталып, жарық қайта жанғанда, Лукас желдеткіштің ішінде болып шығады. Сол жерде ол Дастинмен ақыры татуласады. Осыдан кейін бәрі Нэнсидің көлігімен кетіп қалады. Лукас редактордың папкасын жоғалтып алған, бірақ фотосуретті сақтап қалғанын айтады. Дастин фотосуретті алып жыртып тастайды да терезеден лақтырып жібереді. Ал дәл осы уақытта кәріз ішінде Джефф отырған мақұлықты көреміз. Осыдан кейін оқиға 2 ай бұрынғы уақытқа ауысады. 1984 жылдың қарашасында сары қорғаныс костюмін киген адамдар оғаш жаратылыстарды жойып, кейін олардың қалдықтарын жүк көлігіне тиеп жатыр. Сол уақытта Хокинс зертханасының ішінде бір ер адам әртүрлі шырмауықтарға белгісіз сұйықтық енгізеді. Бірақ олардың бәрі ақырында өздігінен жойылып кетеді. Бірнеше ай бойы сәтсіз тәжірибелерден кейін бір шырмауық жойылып кетудің орнына кішкентай кесірткеге ұқсас мақұлыққа айналып орманға қашып кетеді. Әлгі ер адам оның артынан жүгіріп барып жаратылысты жояды. Бірақ одан қалған күл ауаға тарап кетеді. Оқиға қайта қазіргі уақытқа оралады. Мектепте миссис Бакстер құрап қалған өсімдікті тірілтуге үміттеніп, оған әлдебір сұйықтық енгізеді. Бірақ өсімдік мүлде өліп қалады. Осы кезде ол көңілсіз күйде партасында отырған Никкиді байқап, достары жайлы сұрайды. Алайда Никки оның орнына анасынан Хокинстен қашан кететіндерін сұрайды. Әңгіме кезінде Никки үстелдегі жасыл сұйықтық құйылған бөтелкені кездейсоқ құлататып жібереді. Бірақ дәл сол сәтте Ден келіп оны қағып алады. Соған қарамастан сұйықтықтың бір тамшысы Никкидің құлақ қабына тиіп кетеді. Миссис Бакстер олардың жақын арада бұл жерден кете алмайтынын айтады. Осыны естіген Никки сөмкесін жұлып алып, ашуланып бөлмеден шығып кетеді. Майк пен қалғандары аудиовизуалды клубта отырады. Лукас Дастиннен ұрсып қалғаны үшін кешірім сұрап, оған жаңа кепка сыйлайды. Дастин бұған қатты қуанып қалады. Достар болып жатқан оқиғаларды талқылап, соңғы 24 сағатта ешқандай оғаш нәрсе болмаған түсінеді.
Демек, әлгі мақұлық жойылған сияқты. Лукас аноним хаттарға арналған жәшікті тексереді. Бірақ онда да ештеңе болмайды. Бұл бәрін қуатады. Майк сабақтан кейін Элмен кездескісі келетінін айтады. Ал Дастин өзінің жеке шаруалар бар екенін айтып, кейін қосылатынын жеткізеді. Мектеп дәлізінде Уилл Никиге келіп, оның қайда жүргенін сұрайды. Сосын оны зындан мен айдаһарлар ойнауға шақырады. Бірақ Майк араласып кетіп, бәрімен ақылдаспай, ешкімді шақыруға болмайтынын айтады. Ники бұған ренжіп кетіп барады. Уилл оның артынан жүгіріп барып, Майкке өзі қалаған адамды шақыра алатынын айтады. Майк болса, Уилл мұндай шешімді жалғыз өзі қабылдай алмайтынын айтады. Ашуланған Уилл өрт дабылын қосып жібереді. Соның кесірінен үшеуі де жазаланып қалады. Мектеп сыртында Бастин, Макс және Лукас Майк пен Уиллдің жазаланғанын талқылап тұрады. Сол сәтте оларға Росарио келіп, Бастиннің велосипедіне отырып, өзін үйіне апарып тастауды сұрайды. Дастин мен Росарио бірге кетіп қалады. Сыныпта мұғалім Майкке, Никиге, Уиллге және сабақтан кейін қалған Чарлиге 1 сағат бойы сөйлеспеуді және ештеңе істемеуді бұйырады. Ал Макс пен Лукас Палас ойын залына қарай кетіп бара жатады. Жолда олардан бір бала көмек сұрайды. Ол ағасының добын кәріз түнеліне түсіріп алған және ол жерге жалғыз баруға қорқатынын айтады. Макс пен Лукас түнелге кіріп допты алып шығуға келіседі. Осы уақытта Дастин Росариодан неге оны 3-ші сыныптан бері жек көретінін сұрайды. Росарио кезінде Дастин оның көйлегіне сусын төгіп білдіріп алғанын айтады. Дастин оның кездейсоқ болғанын түсіндіреді. Сөйтіп екеуі бірнеше жылдан кейін ақыры татуласады. Бірақ кенеттен Росарионың басы қатты ауыра бастайды. Дастин не болған сұрағанда, ол бәліш жеу жарысынан кейін дұрыс ұйықтай алмай жүргенін және кейде қызыл жыпылықтаған жарыққа толы елестер көретінін айтады. Сосын қағазға көрген нәрсесін салып береді. Дастин болып жатқан жағдайды түсіну үшін сол жарықтың көзін табуға көмектесуін сұрайды. Росарио келіседі. Екеуі қызыл шамы жыпылықтап тұрған мұнараға келеді. Бірақ ол Росарионың суретіне мүлде ұқсамайды. Күн суытып кеткен соң Росарио кері қайтуды сұрайды. Ал түнел ішінде Макс пен Лукас допты іздеп жүреді. Лукас сәл қорқып жүргенімен, Макс ештеңеден тайсалмайды. Ақыры Макс допты тауып алады. Бірақ дәл сол сәтте ол бір мақұлықтың көлеңкесін байқатты алады. Макс тез тығылып, Лукастың аузын жауып қалады. Екеуі 4 бірдей мақұлықты көреді. Біраздан кейін әлгі жаратылыстар басқа жаққа кетіп қалады да, Макс пен Лукас жасырынған жерден шығады. Бірақ кенеттен тағы бір мақұлық пайда болып, оларды қуа жөнеледі. Макс пен Лукас мақұлықпен арпалысып, оны есіктің астына қысып қамат тастайды. Біраздан кейін әлгі жаратылыс өледі де, оның ішінен Джефф шығады. Мектеп сыртында мұғалім аумақты тексеріп жүрген кезде, оған бір түрлі мақұлық шабуыл жасайды. Ники Майкке, Уиллге мүгедек адам сияқты қарамауды және оған шешімді өзі қабылдауға мүмкіндік беруді айтады. Майк неге оның Уиллден алыстап жүргенін сұрағанда, Ники Хоппердің лашығының жанында олардың әңгімесін естіп қойғанын айтады. Майк кешірім сұрап, Уиллді елемеуін өтінеді. Өйткені ол жақсы дос екенін айтады. Ал түнелде Джефф есін жинап, Макс пен Лукасқа оның ішкі түйсігі өзін аң аулауға және олжасын түнелге тасуға мәжбүрлегенін айтады. Макс олардың 4 мақұлықтың біреуін ғана жойғанын айтып, қалғандарын ескерту керек дейді. Мектепте Майк шкафын ашпақ болады. Бірақ кенеттен жарық жыпылықтай бастайды. Сол сәтте кіреберіс есік ашылып, ар жағынан әлгі мақұлық көрінеді. Уилл, Майк және Ники қаша жөнеледі, ал мақұлық олардың артынан қуады. Осы уақытта Чарли мектептің басқа бөлігінде құлаққаппен музыка тыңдап жүреді. Және айналасында не болып жатқанын мүлде білмейді. Уилл мен қалғандары сыртқа шығатын есікті жауып, мектептен кеткелі тұрған кезде, Уилл кенеттен Чарлидің әлі ішінде қалғанын есіне түсіреді. Ол оны тастап кете алмайтындарын айтып, қайта оралу керегін айтады. Хоппердің лашығында Эл Хокинске жақындап келе жатқан қарлы боран туралы жаңалықтарды көріп отырады. Ол рация арқылы Майкпен байланысуға тырысады, бірақ жауап болмайды. Содан кейін Эл өз қабілетін пайдаланып, Майкты табу үшін көзіне таңғыш тағады. Бос кеңістікте Эл Майк, Уилл және Никиді табады. Сол жерде ол мақұлықтың оларды іздеп жүргенін түсінеді. Эл таңғышты шешіп, керек заттарын алып, лашықпан шығып кетеді. Осы уақытта Лукас, Макс және Джефф кәрізден сыртқа шығады. Джефф бірден қашып кетеді. Лукас рациямен достарына хабарласуға тырысады, бірақ қарлы боран кесірінен байланыс ұстамайды. Содан кейін олар сигнал ұстау үшін жақын маңдағы мұнараға шығуға шешім қабылдайды.
Ал Дастин велосипедпен қардың үстімен кетіп бара жатып құлап қалады да бір көлікті тоқтатам деп жол апатына түсе жаздайды. Көліктің жүргізушісі Дэн болып шығады. Дастин одан өзін жеткізіп тастауды сұрайды. Мектеп ішінде Майк пен қалғандары мақұлықтан жасырынып жүреді. Кенеттен әлгі жаратылыс Чарлидің құлаққабындағы жасыл сұйықтықтың иісін сезіп, бірден соған қарай ұмтылады. Осы уақытта Дастин мен Дэн боран басылғанша күту үшін азық-түлік дүкеніне келеді. Тамақтанып отырып, екеуі әңгімелеседі. Сол кезде Дэн өзінің ғалым екенін және бұрын Хокинс зертханасында жұмыс істегенін айтып береді. Дастин байқатпай, зертхананың не үшін жабылғанын білетін-білмейтін сұрап көреді. Бірақ Дэннің құпия ақпараттарға рұқсаты болмаған және өзі де көп нәрсе білмейтінін айтады. Содан кейін ол сырттан телефон тауып, біреумен байланысып көрем деп орнынан тұрып кетеді де Дастинді жалғыз қалдырады. Ал мектепте мақұлық Чарлиді ұстап алады. Никки мен Уилл оны құтқаруға тырысады. Ал Майк қолына балта алып мақұлыққа шабуылдайды. Осыдан кейін жаратылыс Чарлиді босатып жібереді. Балалар оны ертіп алып сыныққа дейін қашып жетеді. Никки мақұлықтың неге кенеттен оларды тастап Чарлидің артынан кеткенін сұрайды. Майк қалғандармен байланысу керек дейді. Бірақ оның рациясы шкафында қалып қойған есіне түсіреді. Кабинеттегі химиялық заттарды көрген Никки ғылымның көмегімен мақұлықпен күресуге болатынын айтады. Ол Уиллге қорғаныс үшін түтін шашкасы мен электрошокер береді. Ал өзі Майкпен бірге мақұлықтың назарын басқа жаққа аудармақ болады. Осы уақытта орманда ел темір тақтаны шана ретінде пайдаланып, қардың үстімен жылжып келе жатады. Уилл шкафтарға қарай беттейді. Майк пен Никки Чарлидің аяқ киімін пайдаланып, мақұлыққа тұзақ жасайды. Сол кезде жаратылыс Уиллдің алдынан шыға келеді. Уилл түтін шашкасын қолданып, жасырынып қалады. Мақұлық кетіп қалған соң, ол шкафта жетіп, Майктың рациясын алып шығады. Ал есік алдында Никки мен Майк жағдайды бақылап тұрады. Бірақ кенеттен мақұлық төбені бұзып, бөлмеге кіріп келеді. Никки оған химикаттарды шашады. Бірақ жаратылыс оны шетке лақтырып жібереді де Майкке шабуыл жасамақ болады. Дәл сол сәтте сыныпқа Уилл жүгіріп кіріп, мақұлыққа электрошокер лақтырады. Соның әсерінен жаратылыс өртеніп, жойылып кетеді. Осыдан кейін Никки Уиллден алыстап кеткені үшін кешірім сұрайды. Артынша достар өрт дабылын қосып, мектептен шығып кетеді. Ал Чарли болса іште қалып қояды. Осы кезде Лукас пен Макс мұнараға көтеріліп бара жатады. Баспалдақтағы бұрандалар босап кетіп, Макс құлап кете жаздайды. Бірақ Лукас оны ұстап қалып, ол аман-есен төбеге жетеді. Мұнараның үстіне шыққан соң, Лукас пен Макс ақыры Майкпен рация арқылы байланысқа шығады. Лукас оған кәріз ішінде бірнеше құбыжық жүргенін айтып береді. Ал Майк олардың жаңа ғана мектептегі бір құбыжықты жойғандарын айтады. Дәл осы сәтте ел пайда болады. Майк қуанып кетіп, оған қарай жүгіріп барып құшақтайды. Макс барлығына кәріздегі қалған құбыжықтардың мектептен кері бағытқа, яғни Эббот көшерісі жағына қарай кеткенін айтады. Сол кезде Дастин де рацияға шығып, Эббот көшесіндегі дүкенде отырғанын айтып, біреуден келіп алып кетуін сұрайды. Біраздан кейін екі құбыжық азық-түлік дүкеніне кіріп келеді. Ал Дастин сөренің артына тығылады. Ол қозғалған кезде кішкентай ғана дыбыс шығып кетеді де, құбыжықтар бірден оған қарай ұмтылады. Дастин рюкзағын олардың біріне лақтырып, оны аз уақытқа тоқтатып қояды. Бірақ екіншісі бәрібір шабуыл жасауға жақындай береді. Сол сәтте ел келіп, өз күшінің көмегімен құбыжықты дүкеннің сыртына қарай лақтырып жібереді. Ол оны ағашқа соғып, жойып жібереді. Бірақ бұл жолы бәрі бір нәрсені байқайды. Оның денесінен ешқандай спора шықпайды. Тоқтай қирап қалған дүкенді көрген Дастин уайымдай бастайды. Бірақ Макс қазір олардың дүкеннен де маңызды мәселелері бар екенін айтады. Ал осы уақытта екінші құбыжық кәрізге қашып кетіп, Дастиннің рюкзағын қараңғылық ішінде тығылып отырған алып мақұлыққа апарып береді. Хоппер мен тағы бір полиция қызметкері дүкенді қарап шығып, мұндай қирауды бұрын ешқашан жай бораннан көрмегендерін талқылайды. Ал осы кезде балалар Дастиннің велосипедін іздеуге кіріседі. Жолда Дастин достарына Росарио мен Чарлидің бірдей қызыл жарықты көргенін айтады. Екеуін әртүрлі мақұлықтар бақылауына алғанына қарамастан, екеуі де бірдей нәрсені көрген. Демек, олардың бәрін басқаратын бір негізгі жаратылыс бар. Дастин оны аралардың патшайымы деп атайды. Көп ұзамай Дастин велосипедін тауып алып, оны қардың астынан шығарады. Майк құбыжықтардың кәрізден шыққанын айтып, патшайымды іздеуді де сол жерден бастау керек дейді. Барлығы онымен келіседі. Никки бұл жолы оларға дұрыс жабдық керек екенін айтып, бәрін өз гаражына ертіп барады. Ішіндегі құралдар мен құрылғыларды көргенде бәрі таңғалып, өздеріне ұнаған заттарды қарай бастайды. Сол кезде Дастин
миссис Бакстердің зертханада түскен суретін байқап қалады. Кенет гаражға миссис Бакстер кіріп келеді де, бәрін көріп таңырқайды. Ол Никкиді туған күнімен құттықтап, қайта шығып кетеді. Осыдан кейін бәрі кәрізге түседі. Ішке қарай жүрген сайын қабырғаларды басып қалған бір түрлі шырмалған лозаларды көреді. Туннелдің терең жағында олар қобызықтар мекендейтін жерден шығып тұрған қызыл жарықты байқайды. Бірақ жол қирап қалғандықтан тікелей өту мүмкін болмайды. Сонда Никки арқанды жарықтың арғы бетіне лақтырып, бәрі кезекпен секіріп өте бастайды. Барлығы өтіп болған сәтте туннел кенеттен опырылып түсіп, олар үлкен кәріз коллекторының ішінде қалып қояды. Бірнеше минуттан кейін лозалар тіріліп, балаларға шабуыл жасайды. Балалар қолдарындағы қарумен қорғана бастайды. Кенет бір қару энергетикалық желіге тиіп кетеді. Сол кезде Никки бәріне көздерін жабуды айқайлап айтады. Желден ұшқындар шыға бастағанда, лозалар бірден шегініп, оларды жайына қалдырады. Осыдан кейін Майк қауіпсіздік үшін бұл жерден кету керек дейді. Шаршап, көңілдері түсіп кеткен балалар Никкидің гаражына қайта оралады. Сол жерде Дастин тіске басарларды шығарып, бәрі Никкидің туған күніне арналған шағын мереке ұйымдастырады. Шамға қарап отырған Никки кенет лозалардың ұшқындаға қалай реакция бергенін есіне түсіреді. Ол орнынан атып тұрып, құбыжықтардың патшайымын қалай жою керегін түсінгенін айтады. Никки дәл солдай әсер беретін арнайы құрылғы жасау керек екенін түсіндіреді. Никки құрылғыны жасап жатқанда Дастин дәретхана іздеп үйге кіреді. Ішке кірген соң ол миссис Бакстердің Денмен сөйлесіп жатқанын естиді. Дастин жуынатын бөлмеге кіріп, қолын жуады. Кенет терезеден қызыл жарықты байқап қалады. Сол сәтте ол миссис Бакстер бүкіл болып жатқан оқиғаның көзі екенін және аралардың патшайымын дәл сол жасаған болуы мүмкін екенін түсінеді. Дастин дереу гаражға қайтып барып, бостарына коменданттық сағат жақындағанын айтып, бәріне үйлеріне тарау керек дейді. Олар Никкидің үйінен шыға салысымен, Дастин миссис Бакстердің осының бәрін жасаған адам екенін айтады. Келесі күні таңертең Никки ас ішу үшін ас үйге келеді. Сол жерде анасы олардың жақында басқа қалаға көшетінін хабарлайды. Никки таң қалып, бұл денге байланысты ма деп сұрайды. Миссис Бакстер олардың айырылысып кеткенін айтады. Осыдан кейін Никки орнынан тұрып кетіп қалады. Ал осы уақытта Майктың үйінде Дастин достарына барлық оғаш оқиғалар миссис Бакстер Хокинске көшіп келгеннен кейін басталғанын айтып береді. Дәл сол кезде Никки келеді де, анасы ертең-ақ Хокинстен кететіндерін айтып, заттарын жинауды сұрағанын жеткізеді. Дастин Никкиге оның анасы аралардың патшайымын жасағанын айтады. Бірақ Никки бұған күле бастайды. Алайда бірнеше секундтан кейін ойланып қалып, Дастиннің рас айтуы мүмкін екенін түсінеді. Никки абдырап қалады. Сол кезде Дастин анасы үйде жоқ кезде оларды ішке кіргізуін сұрайды. Өйткені дәлел табу керек болады. Никки үйіне қайтып келіп, кетпестен бұрын құрылыс дүкеніне барып келгісі келетінін айтады. Сонымен қатар Майк пен Элдің де бірге барғысы келетінін жеткізеді. Миссис Бакстер келісіп, бәрі жолға шығады. Ал Дастин мен қалғандары Никки тығып қойған кілтті пайдаланып үйге кіреді. Уилл мен Макс ішке енген сәтте жасырын дабыл іске қосылып, полицияға миссис Бакстердің үйіне заңсыз кіргені туралы хабар жібереді. Сыртта жүрген Дастин мен Лукас тастап кеткен жылжайды тауып алады. Дастин бұл жер құпия зертхана болуы мүмкін деп ойлап, екеуі ішке кірудің жолын іздей бастайды. Ал дүкенге бара жатқан жолда Никки анасымен Хокинстен кету мәселесіне байланысты ұрсып қалады. Ол құлаққабын киеді. Сол сәтте құлаққаптағы кеуіп қалған жасыл сұйықтықтың кішкентай бөлігі үзіліп түсіп кәрізге ағып кетеді. Құбыжықтар бұл иісті сезіп, оның шыққан жағына қарай қозғала бастайды. Макстың үйінде Макс құлыпты ашып, екеуі Уиллмен бірге миссис Бакстердің бөлмесіне кіреді. Олар бөлмені мұқият тінте бастайды. Уилл ештеңе таппаған соң, Макс бұл бөлмеде жасырын жер болуы мүмкін екенін айтады. Сосын ол желдеткіш торын тауып, ашып көреді де, ішінен кассеталар мен басқа да заттар салынған қорапты байқайды. Сол сәтте полиция үйге келіп, терезеден ішке қарайды. Макс кассеталардың бірін қосып алады. Экранда бір ғалымның әлдебір шырмауыққа жасыл сұйықтық жіберіп жатқанын көреді. Уилл бұл көлеңкелер әлемінен шыққан шырмауық екенін айтады. Видеода шырмауық миссис Бакстер жасаған қалған жасыл сұйықтықтың бәрін өзіне сіңіре бастайды. Осы уақытта Лукас Дастинге жылжайдың төбесіне шығуға көмектесіп жатады. Полицейлер кеткелі тұрған кезде әйнектің сырғыған дыбысын естіп, жылжайға қарай бет алады. Дәл сол мезетте Уилл мен Макс полиция көлігін итеріп жібереді. Соның кесірінен полицейлер жылжайға кірмей, көліктің артынан жүгіріп кетеді. Дастин жылжай ішіндегі шамды байқап, оны құпия есіктің тетігі шығар деп ойлайды. Бірақ ол жай ғана қарапайым шам болып шығады. Сол кезде Макс пен Уилл келіп, полиция мен кассеталар туралы
айтып береді. Артынша Уилл басқа шамды тартып алады да құпия есік ашылады. Дастин рация арқылы Майкпен байланысуға тырысады. Ал миссис Бакстер бірдеңеден күдіктене бастайды. Бірақ Эл өз күшін пайдаланып радионы білдіртпей қосып жібереді де оның назарын басқа жаққа қалдырады. Дастин Майкке зертхана туралы айтып, жаратылыстардың миссис Бакстер жасаған жасыл сұйықтықтың ізіне түсіп жүргенін түсіндіреді. Себебі ол сұйықтық өсімдіктердің өсуін жылдамдатады. Дәл осы сәтте жаратылыстар кенеттен көлікке соғылады. Майкпен байланысып жүргеннен кейін Макс, Лукас, Дастин және Уилл құпия зертханаға кіреді. Уилл бұл зертхананы видеодан танып қояды. Әйнектің ар жағындағы жаратылысты көрген Макс оның әлгі патшайым емес пе деп сұрайды. Ал Дастин Росарио салған суреттегі қызыл жарықты байқайды. Осы уақытта миссис Бакстер мен қалғандары көліктен түседі. Жаратылыс Никкиге шабуылдамақ болады, бірақ Эл оны тоқтатып қалады. Мұны көрген миссис Бакстер қатты таңғалады. Майк Никкиге жаратылыстар оның құлақ қабындағы жасыл сұйықтықтың иісіне келіп жатқанын айтады. Содан кейін олар құлақ қапты бір-біріне лақтырып, жаратылыстарды шатастыра бастайды. Ал миссис Бакстер көлікті оталдыруға тырысып жатады. Эл екі жаратылысты жойып жібереді. Бірақ үшіншісі миссис Бакстерді көлікпен қағып кетеді. Миссис Бакстер көліктен шығып, не болып жатқанын сұрайды. Никки мен Майк оны тәжірибелер жасады деп айыптап, бәріне кінәлі екенін айтады. Бірақ миссис Бакстер ештеңе білмейтінін айтып, ант береді де, барлық тәжірибесі сәтсіз аяқталғанын түсіндіреді. Никки мен Майк бұған қатты таңғалады. Дәл осы уақытта Дэн зертханадан Дастиндер мен қалған балаларды тауып алады. Дәл сол сәтте шырмауық кенеттен Элді ұстап алып, оны кәрізге қарай сүйреп әкетеді. Дэн балалардан оның зертханасында не істеп жүргендерін сұрайды. Сол кезде Дастин өзінің қателескенін түсінеді. Бәріне миссис Бакстер емес, дәл Дэн кінәлі екенін ұғады. Ол Дэнді айыптап, миссис Бакстердің зерттеулерін ұрлап алғанын айтады. Макс ашуланып, оның тәжірибесі аса қауіпті екенін жеткізеді. Бірақ Дэн мұны мойындаудан бас тартады. Сосын Дэн өзінде ерекше үлгі бар екенін айтып, өлі материяны тірілткенін мәлімдейді. Артынша ол жасыл сұйықтықты шығарады. Әйнектің ар жағындағы жаратылыс жасыл сұйықтықты көрген бойда агрессивті әрекет ете бастайды да, кейін әйнекті жарып шығады. Соның салдарынан бәрі төменге құлап кетеді. Бірақ Дэн Дастинді ұстап қалады. Осы уақытта миссис Бакстер үйіне қарай кетіп бара жатады. Жолда Никки мен Майк оған білетіндерінің бәрін айтып береді. Ал зертхананың астында Дэн мен Дастин Уиллді, Лукасты және Максты іздей бастайды. Дэн бұның қалай мүмкін болғанын түсінбей қалады. Себебі ол патшайымды толық бақылауда ұстап отырмын деп ойлаған. Аршанмен төмен түсіп бара жатқанда Дэн мен Дастин Лукас Уилл және Максты табу үшін екіге бөлінеді. Кенеттен Лукас пен Макс Дастинді тығылған жерге тартып алып, үндемеуді бұйырады. Дәл сол сәтте олардың жанынан алып жаратылыс өтіп кетеді. Осы уақытта Дэн бірнеше колбаны тауып алып, сөмкесіне сала бастайды. Аяғы тас астында қысылып қалған Уилл Дэнге дыбыс шығарма деп белгі береді. Сол кезде алып жаратылыс пайда болады. Дэн оны басқа жаққа бұру үшін алауды лақтырып жібереді. Бірақ алау сөніп қалады. Кейін Дэн байқамай әйнектің үстін басып кетеді. Жаратылыс оған шабуылдайды. Бірақ Дэн қашып үлгереді де Уиллді артта қалдырып кетеді. Жаратылыс Уиллді ұстап алып, оны аузына қарай тарта бастайды. Дәл осы сәтте Лукас пен қалғандары келіп Уиллді босатып алады. Сол кезде Никки де жетіп келеді. Ол жаңа қаруын қолданып, жаратылысты кері шегіндіреді. Никки бір ғана оққа бүтін бір батарея кететінін айтады. Сондықтан зарядтары өте аз болған. Олар зертхана ішінде жүріп келе жатқанда Дэннің айқайын естиді. Артынша оларға жаратылыстар шабуыл жасайды. Кейіпкерлер биік жерге шығып үлгереді. Алып жаратылыс қайта пайда болғанда Никки оған оқ атпақ болады. Бірақ сол сәтте оған шабуыл жасалып, қаруы қолынан түсіп кетеді. Жаратылыстардың бірі Дэнді патшайымға алып келеді. Дэн жасыл сұйықтық құйылған сынауықты шығарып, оны Никки жаққа лақтырып жібереді. Патшайым дәл Никки мен оның анасына шабуыл жасамақ болған сәтте, Эл үлкен пасты көтеріп, патшайымды соғып, шетке қарай лақтырып жібереді. Сол кезде Дэн құлап түседі де, оның барлық қолбалары сынып қалады. Элді көрген бәрі қуанып кетеді. Майк жүгіріп барып, оны құшақтайды. Осы уақытта патшайым Дэнді жұтып қояды. Ал жасыл сұйықтық оны одан сайын күшейтеді. Жаңа қуат алған патшайым көлеңкелер әлеміне портал ашуға тырыса бастайды. Эл оны тоқтату керек екенін айтады. Бірақ Майк мұны бірге істейтіндерін жеткізеді. Дастин жем болады. Лукас пен Макс шабуылдайды. Уилл қорғанып жүреді. Ал Никки қаруды жөндеуге кіріседі. Осы кезде Майк пен Эл патшайыммен шайқасады. Никки қаруды қалай жөндеу керегін түсінбей тұрған кезде анасы оны қолдап, қолынан келетініне сендіреді. Эл патшайыммен алысып жатқанмен портал бәрібір ашыла береді. Никки патшайымға оқ атады. Бірақ сол сәтте батареялары түсіп қалады.
Патшайым елді жұтпақ болған кезде Никки қайтадан атып, оны өте күшті зарядпен қағып жібереді. Патшайым соңғы күшін жинап, порталға қарай еңбектей бастайды. Сол кезде ел ауаға көтеріліп, бар күшін салып, портал жабады. Сол мезетте патшайым да жойылып кетеді. Келесі күні Хоппер шатырды жөндеп жататта, елден оны жиі жалғыз қалдырған үшін кешірім сұрайды. Ол енді елдің коменданттық уақытын ұзартып, достарымен көбірек уақыт өткізуіне рұқсат беретінін айтады. Ел қатты қуанып, оны құшақтайды. Дәл сол кезде Майк велосипедпен келіп, елді миссис Бакстердің жаңа үйіне алып кетеді. Гараж ішінде Уилл мен Дастин Никкиге зындан мен айдахарлар ойынына арналған кейіпкерін көрсетеді. Сосын бәрі бірге ойнай бастайды. Ал көлеңкелер әлемінде патшайымның денесінде гүл өсіп шыға бастайды. Ютубқа жазыл, лайк бас, тоқтама, колокольчик бас, қалдырма. Ютубқа жазыл, лайк бас, тоқтама, бірге